Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздермен көптен бері осындай сөйлесу видеосын жазбаған екенмін. Бүгін соған Құдай өзі сәтін салып тұр екен. Жалпы бұл видеоны жазудағы себебі мен жаңағы Инстаграмнан, жалпы Қазақстандағы әлеуметтік желілерден белсенді болмай кеттім. Соның жалпы себебін сіздерге кішігірім айтқым келеді. Bir жағынан сол жақсылықты таратсаң көп, жақсылықты айтсаң көп болады деген сияқты ғой. Көптің тілегі қабыл болады деген сияқты ниетпен сіздермен солай бөліскім келеді. Соңғы кезде сол жаңағы Қазақстан әлеуметтік желісі болсын, YouTube болсын, Instagram болсын, тағы басқасы болсын, кішкене белсенді болмай кеттім. Оған үлкен бір себептердің бірі ол қазір біздің Аян екеуміздің жүргізіп жатқан жобамыз. Ол қандай жоба десеңіздер, мен Инстаграмда басын айтып деп маған айтқандар бар да, басын айтып аяғы қайда деген сияқты. Сол кісілерге жаңа жауап беріп, айтып түсіндірейін деген оймен. Жалпы біз осы жолы биыл Қазақстанға барған кезде біз жаңа әрине әке-шешемізді көріп, ол кісілермен сәлемдесіп, сағынышымызды басудан кейінгі шаруамыз ол Қазақстанға барып, Астанаға барып, Астана қаласына барып, сол жақтағы осы біздің жобаға қатысты адамдармен жолығу болатын. Ол адамдарды жаңағы үкімет адамдары, Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қолдау министрлігінің көші-қон департаменті, иммиграция деп айтады ғой, халықтар келеді, кетеді, Қазақстаннан шығады. Соған байланысты департаменттің басшылықтары, одан кейін сол еңбек министрі, бірінші вице-министр, сол кісілермен кездескен болатынбыз. Ойлайтын шығарсыздар, ол адамдар қалай кездесіп жүр ол адамдармен деп. Аллаға шүкір, алдымызда жақсы адамдар жолығып, сол кісілермен бізді бетпе-бет жүздестіріп, сондай бір Алла сәтін салған болатын. Сөйтіп сол кісілермен жолығып, біздің жобамыздың бәріміз кәдімгі презентация жасап, солай қорғап, ол кісілердің жаңағы разылығы деп айтамыз ба, қалай қолдауын алған болатынбыз. Сөйтіп қазіргі таңда сол жұмыстар жүргізіліп жатыр. Сол уақыттан бері қазіргі таңда енді Қазақстан үкіметі барлық министрліктер сол жобаны қарап, қол қою керек, жаңағы қаржысы бар, юстиция бар дейді, тағы басқасы бар дейді. Әйтеуір біз енді ондай адам болмағаннан кейін көп түсіне бермеймін, әйтеуір бар деп айтады, иә деп. Сол кісілердің тексеруінен өту керек екен. Өтіп болыпты, енді бұйырса жақын арада Қазақстаннан хат келеді Жапония үкіметіне. Сол хат келгеннен кейін бұйырса біз белсенді түрде жұмысымызды ары қарай жалғастыратын боламыз. Қазір ол жұмыс тоқтап қалған жоқ, қазір жүргізіліп жатыр келіссөздер. Күнде емес, енді 2 аптада бір жаңағыдай видеоконференциялар өткіземіз деген сияқты Жапон үкіметімен, Қазақстан үкіметімен. Сөйтіп Алла өзі сәтін салып, жолымызда жақсы адамдарды кездестіріп, солай жобамыз жақсы бір нәтижеге, жақсы бір жолға бұрылып жатыр да. Сонымен кішкене қарбалас болып кеттік. Одан кейін ауырып қалдық, 2 апта бойы ештеңе де істей алмай. Отбасымыз бәріміз 4-еуміз де ауырып. Сонымен ойладық, Алла бізге берген бір белгі шығар, тоқтаңдар, болды, демалыңдар деген сияқты. Сөйтіп кішкене жаңадай осындай әлеуметтік желілерден жоғалып кеткен жайым бар. Одан бөлек тағы да отбасылық жаңалықтарға байланысты жаңағы нәрсені енді көп біздің қандай жоба екен айтпаппын ғой. Ол еңбек жобасы, Қазақстан және де Жапония арасындағы Қазақстанның жұмыс жасағысы келетін азаматтары біз арқылы, енді біз ортадағы жаңағыдай байланыс көпірі боламыз. Сол арқылы Жапонияға заңды түрде келіп жұмыс жасай алады. Біз сол келісімді қазір жүргізіп жатырмыз. Оның себебі неде деген кезде бізге көп адам соңғы уақытта хабарласып кетті. Енді біздің олай істейміз деген еш жерде ондай хабарламада болған жоқ еді, бірақ білмейміз, Жапонияда екенімізді естіп, көп адам осылай жұмыс тауып бересіз ба, біреулер Жапонияға келіп алып, жоғалып, жаңағыдай жұмыссыз болып жүргендер хабарласып деген сияқты. Соның барлық сондай неше түрлі оқиғаларды естіп, осындай нәрсені Аянның ойына келді. Сөйтіп, екеуміз бірге осылай бастап кеткен болатынбыз. Сол елшілікке де барып, ол кісілердің де әйтеуір қайта-қайта мазасына, олар да жақсы ғой, бүйтеді. Мынау жұмыс бітпейінше қайта-қайта мазамды ала беріңдер, одан кейін қоясыңдар ғой деп қояды.
солай жақсы адамдар кездесіп, Құдайға шүкір, жақсы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Сонымен кішкене қарбалас болып кеттік. Одан кейін тағы да бір отбасылы жаңалықтар. Нашатайды футболға апарып көрсеткен болатынбыз. Нашатайға ұнады. Енді сол аптасына 2 рет, болмаса 1 рет сол футболға апарып жаңағыдай ойнап, сөйтіп футбол енді жаңағы курсы деп айтамыз ба, не деп айтады, соған баратын болады. Сол жаңалықтардан одан кейін тағы не бар? Айтпақшы, сосын мен жаңағы Қытайдың тиктогы, Қытайда тикток деп айтпайды екен, дойын деп айтады екен да. Сода белсенді болып жатырмын. Әзірге дейін мына жерге шарт қойсам болады, 2000-нан аса оқырман жинап алдым. Бәрі де біздің сол ар жақ бет деп айтады ғой, енді таудың Алтай жақтардағы Тарбағатай, Іле Тарбағатай деген жақтарда біздің қазақ бауырларымыз бар. Бәрі сол біздің бауырларымыз. Маған солай тіркеліп, жаңалықтар оқып, барлығы сондай бір жақсы адамдар екен. Бәрі жазады солай, біздің сол қазақтар сол жақта жүргеніне жаңағыдай қуанамыз, мақтан етеміз деп, танымайтын адамдар. Сосын барып, егер келіп жатсаңдар, Шыңжаңға, Алтайға келіп жатсаңдар, біздің үйге қонақ болыңдар, тағы да бір үйім бар деп есептеңдер деген сияқты сондай бір жылы лебіздерін білдіреді. Сол жақты жаңағыдай белсенді болып, сол жақта жаңағыдай әртүрлі видеоларды салып сөйтіп жатырмын. Өте жақсы қаралымдар жинап, жылы пікірлер сөйтіп алып жатырмын. Жалпы соңғы кезде болып жатқан жаңалықтар осындай. Сонымен кішкене қарбалас болып, енді ғана қайтадан балаларды да балабақшаға жіберіп, кішкене жұмысымыздың ағынына жайлап түсіп жатырмыз. Жалпы сіздерге айтқым келгені осы, бізге тілекші болыңыздар, бұйырса, егер жаңағыдай жүргізген үлкен жобамыздың жаңағыдай несі болып кетсе, бұйырса жақсы болады деген ойдамыз. Ары қарай да сіздермен солай бөлісіп отыруға тырысам. Менде көп нелер жүрген жерімде суретке, видеоға түсіріп жүрдім, бірақ бәрі де жиналып тұр, салынбай. Соның бәрін де жайлап салып, сіздерге көрсетіп отыратын боламын. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Ал бізді қолдап, каналымызға тіркеліп, Инстаграмға да тіркеліп, жаңағыдай пікір қалдыра отырыңыздар. Барынша сіздерге жауап беруге тырысамыз. Көп рахмет. Сау болыңыздар.